Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін молочная девочка тортын әзірлейміз. Оған қажетті ингредиенттер мөлшері видеоның описаниясында бар. Алдымен сгущенкаға жұмыртқамызды қосып, біркелкі масса болғанша миксермен араластырамыз. Келесі кезекте сұйық массамызға бөлме температурасындағы сары майды қосамыз. Алдын ала еліктен өткізілген ұнға разрыхлительді қосып, жұмыртқалы массамызға қасықтап қосамыз. Бізде осындай нәзік қамыр шығуы тиіс. Енді пергамент қағазына видеода көрсетілгендей етіп, қамырымызды жағып шығамыз. Шамамен бір коржға 2,5 ас қасық қамыр кетеді. Корждарды қызып тұрған пеште 170 градуста шамамен 7-10 минут пісіреміз. Менде 8 корж шықты. Енді торттың кремін әзірлейміз. Ол үшін маскарпонеге сахарный пудра қосып, біркелкі масса болғанша миксермен араластырамыз. Енді творожный массамызға салқындатылған 33% сливкиді құйып, қою крем болғанша миксерлейміз. Тортты кольцода жинаған абзал. Видеода көрсетілгендей етіп, алдымен корж, кейін крем, осылай барлық коржымыз біткенше тортымызды жинаймыз. Торттың жан-жағын тегістеп, холодильникке бірнеше сағатқа жібереміз. Молочная девочка тортын вафельный крошкамен әсемдеймін. Ол үшін алдымен бөлме температурасындағы сары майға сахарный пудра қосып, біркелкі масса болғанша араластырамыз. Кейін үстіне жұмыртқаның ақ-уызын қосып, тағы да қол венчигімен араластырамын. Барлығы біркелкі масса болғанда үстіне ұн қосып, сұйықтау қамыр шығады. Қамыр дайын болған соң, пергамент қағазына қамырымызды салып, осы қағаздың бетімен тегістейміз.
Барлығы дайын болған соң 160 градуста шамамен 10-15 минут пісіреміз. Суытып, видеода көрсетілгендей етіп, пакетке салып, үгітсеңіздер болады. Енді молочная девочка тортын әсемдеуге кірісеміз. Торттың жан-жағын тегістейміз. Дайын болған вафельный крошканың үгіндісін торттың жан-жағына жағып шығамыз. Тортты әрі қарай әсемдеу өз фантазияларыңызда. Осымен молочная девочка торты дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Егер рецепт ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Келесі кездескенше.